Саламатсыз ба, құрметті оқушылар. Олимпиаданың екінші турының қатысушылары. Бүгінгі тақырып бізде жаңа екінші турдың структуралар және сұрақтардың тақырыптары. Бірақ одан бұрын егер де жаңа сұрақтардың форматы жайлы сұрақтарыңыз болса, немесе енді ғана бізге қосылғандар болса, немесе ұмытып қалғандар болса, көріп ұмытып қалғандар, онда мына YouTube сайтына кіріп, Education Consulting деген нені жазып, сол каналымызды тауып, сол жерде сіз плейлист деген табасыз. Үшінші кнопка плейлист. Плейлисттің ішінде Айғанат онлайн консультация, Айғанат Олимпиада бірінші тур және екінші тур дегенді көресіздер. Енді сізге керек әрине екінші тур болғандықтан соған басасыздар да, мінекей мына екінші турды көресіздер. Мына оң жағында мынадай бір тізім шығады, бүкіл нелердің екінші турдың сұрақтарының түсіндірмесі, сипаттамасы және мысалдар берілген. Сол видеолардан біздің ағылшын тілін тауып аласыздар. Орысша болсын, қазақша болсын, басқа да пәндер бар, мысалы физика сияқтылар. Соның бәрін қалаған кезде қарай аласыздар. Біз сол жерде ағылшын тілінің 20 сұрағын талқылаған болатынбыз. Қандай логикасы бар, қалай ойлану керек, қалай жауап беру керек дегендей. Соның барлығына біз жауап беретінбіз. Жауап бергенбіз. Бірақ бүгінгі тақырыбымыз негізі ол емес. Бүгінгі тақырыбымыз сол екінші турдың, то есть Олимпиаданың екінші турының турдағы сұрақтарының тақырыптары. Қандай тақырыпқа шығады, келеді және структурасы, емтиханның структурасы қандай. Сонымен біз таныстырмақшы боламыз. Сөйтіп, екінші турдың Олимпиадасы, мінекей деңгейлері 30 сұрақ болады. 30 сұрақтың деңгейлеріне бөлінген мінекей level A, ең оңай сұрақтар 15 дана болады, 15 сұрақ. B, level B 10 дана болады, 10 сұрақ. Және level C ең қиын сұрақтары да 5 ғана. Ол деген жаңа халықаралық несінде тізім бойынша бұл high level A2 деген, және соның арасымен, және low and medium level B2 деген. Яғни максимум ең қиын ағылшын тілі деңгейі B2 болады. B2 дегеніміз ол бұрынғыша intermediate, upper intermediate. Intermediate, upper intermediate level. Бұрынғы несінші, қазіргі несімен айтатын болсақ, тілмен ол medium level B2. Сөйтіп, екінші турдың тақырыптары, мінекей, екінші емтихандың тақырыптары, олар бірінші, екінші және үшінші тоқсанның тақырыптары болады. Яғни, 1, 2, 3, 9 сыныптың 1, 2, 3-ші тоқсан тақырыптары атайтын болсақ, мінекей, second term'да, екінші неде, 90-да мектептеріңізде осындай тақырыптар өткен болатынсыз. Мінекей, present simple мысалы итакта ол бұрыннан бері бар. Бірақ сарымен белгілеңдер, олар обновленка, жаңартылған программа, бағдарлама бойынша қосылған тақырыптар. Бірінші жыл болды уже осы тақырыптар енгеніне. Сондықтан біз оларды да сұраймыз, және көбінесе мына екінші турдағы сұрақтар көбінесе мына сарымен боялған тақырыптарға негізделген. Соған назар аударыңыздар аса. Сөйтіп неке, мысалы simple perfect forms, present, past, future. Мысалы, simple perfect шақтарының осы шақ, келер шақ және өткен шақ. Соларға байланысты. Мысалы, present perfect, past perfect, present perfect continuous, future perfect continuous сияқтылар. Бірақ мына жерде simple әрине ол continuous емес, просто жай future perfect, present perfect, past perfect тенстары. Немесе environment, charities, conflicts, vocabulary. Мына сөздерге, мына тақырыптарға байланысты, соған байланысты нелер? Сөз қоры, сөздер. Сонда сұраймыз. Types of nouns, мысалы деген тақырыпта, яғни зат есімдердің түрлері қандай болады? Зат есім саналатын, саналмайтын, көпше, жекеше дегендей. Немесе күрделі, жай, күрделі дегендер. Сондай типтерге байланысты сұрақтар шығады.
Және subjunctives деген if only I wish, яғни мына first and second conditionalстың бір несі, конструкциясы subjunctive деген. Яғни шартты сөйлемдердің бір несі, конструкциясы, соларды да сұрайтын боламыз. Бірақ оның сұрайтын нелеріміз басқаша, форматымыз басқаша. Сол форматымен қазір мен біраздан бөлсем. Тағы да айтатын болсақ, мінекей екінші турдың сұрақтары, мінекей тақырыптары. Мен қазір бұлай екінші терм деймін. Мына жерде мен 1 секундқа просто артқа қарай кетіп қалам. Сіз паузаға қойып, немесе скриншот жасап, мынаны өздеріңізше жазып аласыз ба, қайталап аласыз ба, білмеймін, өзіңіз білесіз. Керек болса не істейсіз. Так, мынау екінші тур. Екінші бітіп жатыр, мінекей relative clauses, past modal, verbs should, shouldn't, have to, және reported speech. Яғни төл және төлеу сөз деген содан болады. Және үшінші 90-ның тақырыптары types of nouns қайталанып жатыр. Infinitives қосылды, яғни infinitive герундий. Одан кейін traditions and language vocabulary, prepositions, көмекші сөздер, quantified pronouns, яғни есімдіктер дегенде мына есімдіктерді болады. Әсіресе мынаған назар аударыңыздар, indefinite деген көбінесе ең көп шатасатын осы есімдіктер түрі болады. Мына indefinite деген мысалы no, none, any, some дегенде either, neither сияқты сөздер. Өйткені ол шатастырады, сондықтан мынаған көп назар аударыңыздар. Және passive voice, ырықсыз етіс, мысалы фразалық етістіктер бар, reported speech қайтадан қайталанып жатыр, subjunctive қайталанып жатыр, және сөйлемдерге байланысты conjunctions деген бар, linking words. Одан кейін compound participial adjectives деген тақырыптар. Мынанда мен бұлай 1 секундқа кетіп, сіз көшіріп алыңыздар, пауза жасап па, мінекей. Енді структураға келейік. Мына Айқанат олимпиадасының екінші турының структурасы, сұрақтардың структурасы. Айтқандай 30 сұрақ бар. 30 сұрақтың алғашқы 15-еуі А деңгейіне жатады. Яғни оп-оңай, минимум ең кем дегенде осы 15-ке сіз точно жауап бере аласыз деген сөз. Яғни ағылшын тілінен егер қызығатын болсаңыздар. Бұл оңай нелер. Одан кейін 15-тен кейін 16 келеді. 16 мен 25 арасы 10 дана 10 сұрақ орташа деңгейде level B сұрақтар келеді. Және қалған 26 мен 30 арасы соңғы 5-еуі level C-ге жатады. Бұл ең қиын деңгей, яғни 9 сыныптардың B2 деген деңгейіндегі ең қиын, ең көп нені қажет ететін, білімді қажет ететін және тәжірибені қажет ететін нелер, сұрақтар. Именно осы 5 сұрақ сіздің кімнің алға шығатынын, кімнің артта қалатынын белгілейтін сұрақтар болады. Сондықтан мынаған аса назар аударыңыздар. Мархабат. Сөйтіп келейік. Бірінші, мысалы types of nouns деп тұр. Types of nouns жаңа айтқандай саналатын, саналмайтын, күрделі, жай, жекеше ме, көпше ме, немесе көпше түрі не істейтін, ерекше жолмен жасалатын. Мысалы man, man сияқтылар. Мысалы sheep, екеуі де өзгермейтін. Мысалы сондай ма, оны біз классификация ретінде сұраймыз. Классификация. Мына классификация, coding, odd one out, мына форматтардың барлығы бізде видеода бар. Біз видео жаңадай көрсеткенімдей, мына видеода, мына жерде сіз көре аласыздар. Ағылшын тілін қарап, бірнеше видео бар. Сол жерде біз мына барлығын, классификация, кодирование, кодинг, соң барын форматтардың қандай сұрақтар екен, соң барын біз бір-бірлеп түсіндірген болатынбыз. Соны қайтадан сіз қарап алыңыздар. Бүгін сол нелерді біз қалай қойдық және қандай қиындықта болады, қанша сұрақ болады дегендей соны түсіндірмекшімін. Сөйтіп біз байқаған болсаңыздар, біз 1, 2, 3, 4, 15-ке дейін бұлай жай ең қарапайым, ең оңай деңгейден жайлап көтеріп жатырмыз. Неге? Орташа деңгейге B levelға жайлап. Одан кейін B levelдан кейін, орташа сұрақтардан кейін біз C levelға жайлап оған да көтеріп жатырмыз. Біз бірден C level сұраған жоқпыз, өйткені ол психологиялық тұрғыдан өте қате нәрсе болады.
Біздің өйткені мақсатымыз, мына айғанат олимпиадасының мақсаты балаларды құлату емес негізі. Балалардың максималды мынадай бейрақат рахат бір неде ортамда өз білімін көрсету үшін сондай біз политикамыз сондай болатын. Сөйтіп біз ең оңай сұрақтардан бастап жайлап бірте-бірте, мысалы мектепте өткен бүкіл тақырыптарын есіне түсіріп, жайлап бір уверен ретінде сенімділігін арттырып, жайлап көтеріліп бүкіл білімін толықтай көрсете білу. Біздің оның көре білу мақсатымыз бар. Сондықтан біз from simple to complex деп жайлап көтердік. Мына сұрақтар бірте-бірте қиындайды, келеді, орташаға келеді, ең қиынына келеді. Окей? Сол логикасы, сондай логика бар бізде. Біліп қойыңыздар. Сөйтіп, екінші сұрақта мысалы compound and participial adjectives кодинг ретінде сұраймыз. Мына зат сын есімдерді кодинг ретінде сұраймыз. Және оның форматтарын қазір біраздан көрсетемін. Қандай екен оны несінде? Қандай несі деп. Comparative degree of adverbs odd one out. Мына жерде артық нәрсені табуымыз керек. Odd one out деген артық нәрсе. Басқалардан бөлек сыймайтын немесе бөлінетін бір сөзді табу керек. Ауытқып тұрған сөзді табу керек. Окей? Сол odd one out деген сол. Сөйтіп, төртінші comparative and superlative degrees of adjectives table completion. Ол жерде таблица болады, таблицаны толтыруыңыз керек. Таблицаны толтырасыздар. Қай жерде мысалы бір сын есімнің алғашқы simple degreesі жоқ, келесі сөздің ортасында салыстырмалы шырай жоқ. Үшінші сөздің күшейтпелі шырай жоқ мысалы. Мына алғашқы екеуі берілген, үшіншісі берілмеген, соны сіз өзіңіз тауып алып толтырасыздар. Окей? Так, бесінші infinitives, gerunds and participles 1-2. Осындай тақырып бар. 9-шы сыныпта біз оны identification формат ретінде сұрауды жөн көрдік. Identification, яғни идентификация. Оны біз анықтаймыз, белгілейміз. Асын сызып, мысалы, мына сөз қандай сөз табына, немесе қандай грамматикалық ұғымға жатады дегендей сондай сұрақтар шығады. Және көбінесе біз participles, gerunds, infinitives деген сұрақтарды сұраймыз. Мысалы, to be or not to be дегенді біз белгілеймізді, бұл қай несіне жатады. Оның несінің формасын анықтаңыз десек, сіз оны әрине infinitive деп белгілейсіздер. Окей? Ол герундий де емес, participle one да емес, participle two да емес, adjective де емес, басқа да бір не емес, зат есім де емес. Окей? Сондықтан оны біз identify етеміз, яғни анықтаймыз. Алтыншы, vocabulary on spot, яғни мына бәрі сөз қоры. Мысалы, қандай тақырыптарға сөз қорыңыз бай болу керек. Мысалы, sport, hobbies, arts, qualities. Оны essential part ретінде сұраймыз. Vocabulary on vacation, travel, tourism, countries, nationalities, traditions, languages. Оны біз science ретінде және advertisements. Яғни science деген табличкалар. Жаңа айтқандай, табличка болады. Сол табличкада қандай белгілер болады. Сол белгіні біз дұрыс түсінуіміз керек. Не демекші, не дегісі келіп тұр мына табличка бойынша. Мына sign ретінде. Соны біз мына тақырыптарға байланыстырдық. Tourism, travel и так далее. Мысалы, жол ережесі, мысалы, оны білу керек туризмде. Мысалы, саяхатқа шыққанда, travelға білуіміз керек. Сол сияқты. 8. Vocabulary on environment, charities and conflicts. Бұны description ретінде. Describe, яғни бұны просто анықтаймыз. Анықтама береміз, сол анықтамаға қайсы сай келеді, соны белгілейміз. Немесе бір сөзді береміз, соның анықтамасын табыңыз дейміз. Окей, былай немесе былай сұраймыз. Және science, technology, mass media, бұны reading for the gist. Reading for the gist, яғни бір қыса бір мәтін беріледі, соның бір негізгі ойын, пікірін табуымыз керек. Gist деген сол, негізгі ой. Reading for the gist. Сөйтіп, келесі сұрағымыз dialogues, диалогтар енді оңай, деңгейіне сондықтан жатады. Guessing by context, контекст ретінде кезеген бір жағдай болуы мүмкін. Мысалы, көшеде бір-бірін танымайтын кісілер сөйлесіп жатады, бір-бірін сұрап жатады бір нәрсені, немесе
немесе жақсы танитын подружкалар, қарындастар, достар, мұғалім мен оқушысы, немесе жұмысқа орналасқандағы бір оқиға, сондайдың нелері, контекстлерін сіз дұрыс түсініп, қандай сөз жетіспейді, немесе қандай сөйлем алынған сөзде соны толықтыру керек екен, сіз соны өзіңіз тауып аласыздар. Және 11-ші perfect tenses. Perfect tenses оның дефинициясын береміз. Дефиниция деген, мысалы, present perfect tense'ның дефинициясы бұрын аяқталған, және оның эффектісі әлі күнге шейін жалғасып келе жатқан шақ десек, ол present perfect tense. Окей, соның анықтамасы сондай болады, definition. Немесе наоборот, present perfect tense'дің дефинициясын табыңыз десек, анаусын уже белгейсіздер. Окей, және future forms, мына жерде future forms дегенім оның logical deduction, яғни мына жерде will немесе going to деген сөздер болмайды, бірақ басқа түрлі, басқаша тәсілмен, басқаша нелермен, шақтармен, немесе конструкциялармен біз оларды не істей аламыз, айта аламыз. Мысалы, келешекте осындай болмақшы дегендей, или болады, нақты болады дегендей, басқа да, мысалы, present simple, present continuous дегенде басқа да конструкциялар бар. Солар арқылы біз оказывается айта алады екенбіз. Соны, сол сөйлемде келешекке байланысты бір не бар, мағына бар деген сөйлемді табуымыз керек боламыз. Окей? 13-те modal verbs. Модальді етістіктер. Модальді етістіктер should, shouldn't, have to, оның аналогиясын табамыз. Яғни мына модальді етістіктердің аналогиясын, ұқсастығын табамыз. Оған ұқсас мағынасы бар етістік немесе сөйлемді табуымыз керек. Окей? Бұл модальді етістік. Word formation сөз құрылымы, multiple choice. Яғни сөз құрылымы дегенде зат есім, сын есім, істеу, немесе етістік дегендей солардың жасалуында қолданылатын суффикстер. Сол суффикстер, мысалы, зат есімнің суффикстерін табыңыз, қайсылар болады. Сонда multiple choice деген бір, екі немесе үшеу де келуі мүмкін, біреу де келуі мүмкін, біреу ғана немесе екеу келуі мүмкін. Соларды тауып алып, A, B, C, D, E деген нелердің, әріптердің несіне қайсына сай болса, соны белгілеуіміз керек болады. Окей? Түсінген шығарсыздар. Және соңғы A деңгейінің соңғы несі сұрағы time adverbial sentences деген word order. Өте қарапайым сөйлемдер, қысқа нұсқа сөйлем. Соның дұрыс несі болу керек, реті болу, сөздің реті болу керек. Соны тауып аламыз. Мысалы, I like cats, I like cats. Именно осы ретпен тұрғанда ғана дұрыс құрылған сөйлем деп саналады. Немесе былай болмайды. I cats like, немесе cats I like десек, ол дұрыс емес болып саналады. Окей? Сондай қарапайым сөйлемдер болады, соны тауып аласыздар. Дұрыс құрылғанды тауып аласыздар. Бұл А деңгейлері. Бұған біз сіздер енді дұрыс жауап бересіз, түгелдей дұрыс жауап бересіздер деп үміттенемін деп ойлаймын. Бірақ одан кейінгілері level B орташа. Бұл уже сәл ағылшынға сәл тереңдету. То есть тереңдеу керек болады. Мына жерде simple tenses бұл unknown language, яғни жаңадан енді көріп атқан, жаңадан көрмеген бір тіл болса, сонымен бір енді танысып атсақ, оның бір логикасын тауып алуымыз керек. Және ағылшын тілімен оны сәйкестендіруіміз керек. Яғни жаңа сөйлем, жаңа тілдің бір логикасын, грамматикалық бір ережесін ұғып, түсініп, логикасын түсініп, және ағылшынмен сәйкестендірсек, қана жаңа бір нені тауып аламыз, дұрыс жауап бере аламыз. Түсінесіздер ме? Бұл нені бізде тексереді? Сіздердің жаңа тілді қаншалықты үйрене алатыныңызды көрсетеді. Түсінесіздер ме? Бұл unknown language деген форматының негізгі мақсаты сол. Яғни сіз ағылшын тілін қаншалықты меңгере аласыз. Одан кейін келешекте басқа да өзге тілдерді қаншалықты тез үйрене аласыз, ұйғара аласыз дегендей, соны тексеретін сұрақтың түрі unknown language. Бірақ ағылшын тіліне негізделген, әрине, ағылшын тілімен байланысы бар. Сөйтіп 17-ші сұрақ phrasal verbs, фразалық етістіктер, жаңа кроссворд ретінде, оны қазір көрсетемін, және видеода да бар. Кроссворд ретінде мынадай кроссворд бар, кроссвордтың ішінде оны тауып алуыңыз керек.
сіз. Және 18 prepositions, көмекші сөздер, предлогтар, insert expressions, оны matching, яғни былай сәйкестендіресіз. Қай предлог қайсына сәйкес келеді. Соны қай сөзге сәйкес келеді, қайсыменен ғана қолдана алады, қайсыменен қолданылмайды деген, соның бәрін сіз сәйкестендіресіз, өздеріңіз белгілейсіздер. 19-да pronouns, есімдіктер, relative, demonstrative, indefinite, quantitative, reflexive, және оны біз error finding ретінде сұрауды жөн көрдік. Error finding деген қателікті табу. Яғни бір сөйлемде, немесе бірінші сөйлемде, немесе бір параграфта қолданылған барлық есімдіктер, мысалы, біреуі ғана дұрыс емес қолданылған. Бұл сәл ғана қиындау болып тұр, өйткені есімдіктер бір қарағаннан нормально көрінеді. Ешқандай қате жоқ сияқты көрінеді. Бірақ бір жерде міндетті түрде бір қате бар. Біз оны әрине қойдық, және оны басқаларға ұқсас етіп қылдық. Яғни оны табу оңай емес. Сондықтан мына есімдіктер деген тақырыпты өте тереңдетіп білуіңіз керек. Өте жақсылап қайталап аласыз ба, или тағы да үйреніп аласыз ба, білмеймін. Әйтеуір мына сұраққа мұқият назар аударыңыздар, мұқият болыңыздар. Өйткені мына есімдіктер деген ол шатастыратын негізгі шатастыратын тақырыптардан біреуі. Есімдіктерді үйренгенде көбісі шатастырады. Көбінесе әсіресе мына indefinite деген indefinite pronouns, белгісіздік есімдіктері деген. Neither, no, either, some, any дегендер, none of дегендей. Соның барлығы мына indefinite ең көп шатастыратын осы. 20-шы passive voice, ырықсыз етіс, multiple choice ретінде, яғни сөйлемнің ішінде көп нүктенің орнына қандай етістіктер қойылады. 8 вариант беріледі, сол 8-дің біреу, екеу немесе үшеуі келеді мынаған. Дәл келеді, сәйкес келеді. Сөйтіп, multiple choice деген сондай бірнеше не бар сізде, таңдау бар. Қайсы дәл келсе, соны қоясыздар. Мына жерде логикалық тұрғыдан да және грамматикалық тұрғыдан да сай болу керек. Түсінесіздер ма? Сол екі жақтан да қарайсыздар. Тек қана грамматикалық емес, логикалық тұрғыдан да дәл келу керек, сәйкес болу керек. Сөйтіп passive voice деген сондай сұрақ түрі. Relative clauses және sentences деген тақырып word order. Бұл жерде А деңгейіндегі сұрақтарды, сөйлемдердегі қарапайым сөйлемдердің несі айырмашылығы, мына жерде сөйлемдер сәл ұзағырақ және қиынырақ болады. Бұл жерде сөйлемнің ішінде 5, 6, 7 сөз болуы мүмкін, және олардың орындары араласып кеткен. Именно дұрыс қолданылған, дұрыс қойылған сөздер ретінен ғана сіз тауып аласыз, және соны белгілеуіңіз керек. Бұл Б деңгейіне жатады. Синтаксис деген тақырып, word order деген формат ретінде сұрадық. Conjunctions, бұл да сөйлемдерге байланысты. Conjunctions, sequence of tenses, яғни шақтардың қиысуы деген тақырып бар. Шақтардың қиысуы. Бұл жерде сөйлемнің бастапқы несі бөлігі present simple басталған болса, значит, демек, оның жалғасы да present шақтың біреуі болу керек. Present simple, present continuous, present perfect сияқтылар. Ешқандай past болмайды, future болмайды. Немесе past деп басталса, несі логикалық тұрғыдан, оның да жалғасы past perfect, past continuous, past simple сияқты шақтар болу керек. Екеуі бір-біріне сәйкес болу керек. Бұны біз ағылшындар оны sequence of tenses дейді, яғни шақтардың қиысу, бір-бірінен сәйкес болу. Және оларды біріктіретін бізде conjunctions бар. Conjunctions союздар. And, but, for, however дегенде соны синтаксис деген тақырыпқа байланысты сұрақ. 23-те first, second conditionals, яғни бірінші және екінші тип шартты сөйлемдер, оларды біз сәйкестендіреміз. Мысалы, first conditionalдың бастапқы бөлімі және оның жалғасы мен сәйкестендіруіміз керек. Немесе екінші conditionalстың басын береді, оның аяғын басқа жерде сонымен сәйкестендіреміз. Қатты да қиын емес деп ойлаймын. Оны істей аласыз деп ойлаймын. Және subjunctive, мына conditionalстың жалғасы, оборот ретінде конструкциясы subjunctive 1, subjunctive 2 деген екі түрге бөлінеді. Екі түрі бар subjunctive'стың. Оны біз completion ретінде, completion яғни complete. Басын береміз де, аяғын өзіңіз таңдайсыздар.
Түсінесіздер ма? Оны өзіңіз таңдайсыздар, оның бір логикасы бар, бір арнайы логикасы бар. Оны, конечно, сіз білмесеңіздер, оны сіз сұрастырыңыздар өз мұғалімдеріңізден, интернеттен, Google'дан ізденіңіздер, немесе қайталап алыңыздар. Мектептердің несінде, кітаптарында, программасында бар. Және 25 reported speech. Reported speech төлеу сөз. Төл және төлеу сөз sequence of tenses. Яғни мына жерде біз төл сөзді төлеу сөзге айналдыруымыз керек. Sequence of tenses, яғни сол жерде set деген болғанда, соған сәйкес болу керек жалғасы. Set деген өткен шақ, демек жалғасы да өткен шақтардың біреуінде болу керек деген. Сондай логика бұл Б деңгейінде. Немесе наоборот, төлеу сөз береді, оның оригиналын табыңыз дейді сізге. Оригинал, то есть оригиналында төл сөзінде қалай болған екен деп, соны тауып алыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Бұл sequence of tense деген тақырыпқа байланысты сұрақ. Және соңғы 5 ең қиын сұрақтардың форматтары, былай бақыған болсаңыздар, 5-дің 4-еуі текстке байланысты, яғни мәтінге байланысты сұрақтар. Действительно, бұл мәтінге, ағылшын мәтінді дұрыс түсіну, сол жердегі логика, сол жердегі ирония дегендер, сондай ұғымдарды өте жақсы түсіну керек, сол тілді сезіну керек, ағылшын тілін. Сөйтіп, бірінші сұрақта біз odd one out деген, odd one out 5 параграфтың 5 сөйлемі беріледі. Және сол сөйлемдердің біреуі ғана қисынсыз болып тұрады, көрінеді. Қисынсыз, нелогично. Яғни ол ауытқып тұрады. Бірінші сөйлем болуы мүмкін, екінші, 3, 4, 5-ші сөйлем болуы мүмкін. Неважно. Главное, сіз оны былай байқауыңыз керек, сезінуіңіз керек. Мысалы, бір тақырып ретінде, немесе бір зат ретінде туралы бір әңгіме келе жатса, мысалы, 3-ші сөйлемде алады да, сол зат туралы басқаша екінші жолмен, мысалы, косвенно айтады, мысалы, тура емес, басқаша жаналап айтады, мысалы. Немесе шағы сәйкес келмейді. Мысалы, барлығы present simple келе жатады да, ана сөйлем алады, мысалы, futureға кетіп қалады, немесе pastқа кетіп қалады. Түсінесіздер ма? Немесе continuousқа кетіп қалады. Сондайды сіз өте қатты сезінуіңіз керексіз. Сондықтан бұл C деңгейіне жатады. Яғни бұл ағылшын тілін өте қатты сезіну деген қабілетін анықтайтын сұрақ. Odd one out деген. Ауытқан, артық тұрған несі сөйлемді табуыңыз керек. 27-де paragraph completion. Бұл сәл қиынырақ. Кәдімгідей бір параграф беріледі, и ішінен кезілген, мысалы, 2-ші сөйлем, немесе 3-ші, 4-ші сөйлем алынған ABCDE-нің арасына қойылған. Және мына жерде ABCDE деген берілген нұсқалардың барлығы да сәйкес келеді. Логикалық тұрғыдан барлығы сәйкес келеді. Сізге бір подсказка берейін. Бұл жерде paragraph completion деген форматта, сондай сұрақтарда сіз біріншіден неге назар аударасыздар? Sequence of tenses деген. Бұл подсказка. Sequence of tenses. Өйткені сол жердегі әр параграфтың өзіне тән бір несі болады, шағы болады. Бір шақта келе жатады логикалық тұрғыдан. Және сол шақтан ауытпауымыз керек. Түсінесіздер ме? Қалған ABCDE деген нұсқалардың арасында олар басқаша сұрақтар тұрады. Мысалы, present simple келе жатса, олар past, future келеді, біреуі ғана present simple келеді. Былай қарасаңыз, мағыналық тұрғыдан барлығы 5-еуі де келеді. Барлығы сол в тему айтып атады. Сонда сіз кәдімгі ойлайсыздар, мына 5-еуі де келеді ғой, біз апелляция береміз дейді, мысалы, сондай да болған. Апелляция береміз, бұл дұрыс емес сұрақ дейді, мысалы. Ол ондай емес, бұл міндетті түрде біреуі ғана бар, өйткені бұл жерде сұралған нәрсе именно параграфты не істеу үшін, толықтыру үшін сол параграфтың мағынасын, сол параграфтың шағын, контекстін, тақырыбын барлығын назар аудара алып, ескере отырып, соның барлығын ескере отырып толықтыруыңыз керек. 28. Text, jumbled letters. Jumbled letters деген біз видеода да оны түсіндірген болатынбыз. Jumbled letters деген араласып кеткен әріптер деген. Араласып кеткен әріптер. Бұл жерде әр сөз, ағылшын сөзі
алғашқы және соңғы әріптен басқасы ортадағы барлық әріптер араласып кеткен. Яғни мына сұрақты немесе мына сөйлемні, мына параграфты оқып түсіну үшін кәдімгідей сіздер мына сөздерді білуіңіз қажет. Бұрыннан бері көп оқыған боласыздар. Сондай ғана балалар оны дұрыстап кәдімгідей жалмай оқи алады және дұрыс жауап бере алады. Олар үшін оп-оңай сұрақ болады. Бірақ сол сөздерді білмеген, естімеген, оқымаған, немесе бұрын вообще ондай оқу деген дағдысы болмаған адамдар, олар әрине қиналады. Окей? Сондықтан біз оны С деңгейіне жатқыздық. Logical deduction деген бұл жерде сізде бір инструкция беріледі, бір задание беріледі, немесе бір история беріледі. Сол история бойынша сіз оны сипаттауыңыз керек, елестетуіңіз керек. Кім не істеді, кімнен кейін тұр, анау қалай не істеген, әсер еткен и так далее. Соның бәрі таблица ретінде, немесе бір тізім ретінде бір өзіңіз қазғы жазсаңыз да болады. Және соңында 5 сұрақ болады. Сол 5 сұрағына осы логикаңызды қолданып жауап беруіңіз керек болады. Және соңыншы 30-шы сұрақ графика. Графика, кез келген бір графика, чарт, пай чарт, таблица беріледі, бір сурет, жаңа не берілуі мүмкін, процесс берілуі мүмкін, мысалы, күн сәулесінің энергия айналуы, мысалы, фотосинтез процесі дегендей, сондай бір нелер, images, pictures беріледі. Соны сіз анализ жасауыңыз керек, анализ. Бұл өте керек бір қабілет негізі. Ертең өмірде де, университетте де керек болады, жұмысыңызда керек болады. Және біз оны осы сұрақта, осы олимпиадада сұрауды жөн көрдік. Өйткені өте керек бір қабілет, өте керек бір білім. Бұл жерде анализ жасай білуіміз керек. Яғни бұл көрген нәрсемізден қандай информация шығарамыз, қандай бір тұжырымға келе аламыз. Тұжырым деген умозаключение, қандай логикалық тұрғыдан не дегісі келіп тұр негізі автор. Мысалы, тура болмаса да жанама жолдан не дегісі келіп тұр, не дегісі, қандай нелері бар, әсерлері бар дегендей. Соның барлығын анализ ретінде біз оны көре аламыз. Окей? Енді біз оны не көрсетейік, мына сұрақтар ретінде осылай болады. Level A келеді, мысалы types of nouns, classification, A, B, C, D, E, 5 жауап беріледі, A, B, C, D, E, барлығында сондай 5 жауаптан беріледі. Мысалы types of nouns, classification форматы, compound and participial adjectives, coding форматы, odd one out форматы, dialects, guessing by context форматы деп кете береді. Ары қарай басталады level B. Word order, multiple choice, completion деп кете береді. Мінекей, error finding, reported speech, sequence of tenses айналдыру керек болады. Және level C басталады. Тексттер, көбінесе тексттер және анализ. Соңғысы анализ жаңағыдай. Сөйтіп сонымен end of test болады. Яғни тест аяқталған болады 30 сұрақтан кейін. Енді естеріңізге сала кетейін, олар қандай негізі? Мысалы, кодингтің түрі осы. Кодинг деген мінекей сөз қорын тексеретін сұрақ define a word, мысалы warning of imminent danger, және бірнеше сөздер беріледі, әріптер беріледі. Сол әріптерден мына анықтамаға сәйкес келетін сөз құрастыруыңыз керек. Мына әріптерден осындай сөздер құрастырылған, мысалы marginal, alarming, lingerman, malgarine, glaminar деген сөздер. Окей? Мына соңғы lingerman, malgarine, glaminar деген сөздер онда мүлдем жоқ. Ағылшын тілде ондай сөз жоқ. Тек қана marginal және alarming деген сөздер бар. Именно осы мағынаға дәл келетін alarming деген. Imminent danger, warning of imminent danger is alarming, предупреждающий, ескертетін. Окей? Сондықтан мынаны белгілейсіздер. Identification, мысалы, мына сөзді белгіленген, he walks slowly. Slowly деген қай сөз табына жатады? Қандай формаға жатады? Ол adverb, яғни үстеу. Соны белгілейсіздер. Бұл ең оңай тақырыптар, ең оңай сұрақтар. Оның саны 15. Сіз оларға оп-оңай жауап бере аласыздар деп үміттенемін. Мінекей, классификация деп тұр. Мына жерде, мысалы, бір нәрсе табуыңыз керек, ауытқып тұрған сөзді табуыңыз керек, артық тұрған. Аналогия деген. Одан кейін description, бұл dictionary мен жұмыс істеу. Multiple choice, бірнешеу дәл келеді. Мінекей, 1, 4 және 7-лер келеді. Оны D нұсқасында тұр екен, соны белгілейсіздер. Description,
finding image. Мысалы, сізде мынадай беріледі. Жаңа сурет ретінде қайсы айтылып тұр. Мысалы, мынау екен, мынау айтылып тұр екен. Мысалы, сондай сұрақтар келеді. Платформа, science, мысалы, платформа 2 және стрелка тұр. Бұны қай жерде көре аламыз? Не дегісі келіп тұр? Мынаның мағынасы не дегенде, окей? Соны бәрін білуіміз керек. Мысалы, кейбіреулер платформаны білмейді. Мысалы, платформаны білсе де, 2 деген не үшін 2 платформа ма, стрелка не үшін, оқ ата ма, сол жерде непонятно. Мысалы, оны білмесе, дұрыс жауап бермейді. Білетіндер ғана оны дұрыс жауап береді. Бұл оңай негізі, бұл оңай. Көбінесе ана нелер, road signs бар, road signs, жолда тұратын нелер, табличкалар, соны не істеуіміз керек болады, анықтауымыз керек болады. Okay? Turn left, мысалы, немесе don't turn left. It's prohibited, for example. Word order. Сөздердің сөйлемдегі реті. Мына видеода бар. Word finding, мысалы, осындай сөйлемдер беріледі. Соның ішінде бірнеше есімдік, дұрыс қолданылмаған есімдік, соны табуымыз керек. Мына жерде, мысалы, бұл мына жерде енді, бұл просто мысал ретінде болған үшін tired деген сын есімді алдық. Бұл не ретінде. Бірақ сіздерде екінші турда олар есімдік болады. Басқада ешқандай сөз табу емес. Мысалы, зат есім немесе не болмайды, сын есім болмайды, тек қана не болады, есімдік болады сізде. Matching деген осы. Мысалы, мына do homework, make a decision, have a headache дегені бұлай сәйкестендіресіздер. Okay? Және белгілейсіздер, қайсыны сәйкес келсе де. Dialogues, мінекей, WhatsApp чатында, мысалы, Маратпен сөйлесіп аттық. Және Марат бір нәрсесін жазды да, мен оған жауап беріппін, одан кейін Марат алды да, оны жазған несін өшіріп тастады. Мысалы, this message was deleted. Ұялғаннан, или по ошибке, мысалы, қатектен жіберген ба, әйтеуір өшіріп тастады. Соны біз логикамызды, контексттен логикамызды қолданып, не деген екен, соны біз тауып алуымыз керек. Мысалы, бұл диалогтың несі, форматы. Reading for the gist. Мысалы, бір не беріледі. Не туралы айтылған, немесе не туралы айтылмаған деген сондай да сұрақтар болады. Кішігірім бір мәтін болады, соны оқып жауап бересіздер. Кроссворд деген мінекей. Мысалы, фразалық етістіктер мына жерде бірнеше фразалық етістік жасырын түрінде тұр. Біз оны былай да оқи аламыз. Былай да оқи аламыз, былай да оқи аламыз, былай да оқи аламыз, немесе кері қарай оқи аламыз. Кез келген бағытта оқи алады екенбіз. Және бұл бірінші қиындық. Екінші қиындық мына сөздің мағынасын білу. Admit one's inability to do something, to abandon the idea, to surrender деген мағыналы берген. Бұны біз білуіміз керек. Бұл екінші қиындық. Үшінші қиындық мына нелерде A, B, C, D, E дегенде енді дұрыс жауабы give up, okay? Give up. Бірақ give up-қа басқа да не істейді? Мысалы, turn down деген мағынада келу мүмкін. Turn down да мағынада келу мүмкін. Бірақ turn down мына жерде жоқ. Түсінесіздер ма? Мына жерде жасырмаған, жазылмаған turn down деген сіз фразалық етістік таба алмайсыз. Сондықтан бұл үшінші қиындық. Мына тапсырмада үш қиындық бар екен, үш саты. Сондықтан соған назар аударыңыздар. Бірінші көргеніңізді белгілемеңіздер. Тексеріп алыңыздар, окей? Бұл Б деңгейіндегі сұрақ. Unknown language, мінекей, белгісіз тіл. Мысалы, кату белца, білмейміз не екен. Бірақ ағылшын тілінде black cat екен. Қара мысық. Кату грейсак means grey cats. Қараңыздар. Кату деген демек cat деген. Cat яғни мысық. Және грейсак, кату, екеуде кату, бірақ мына жерде грейсак қолданған, және ол катста S жалған берілген екен, көпше түрін қылған. Okay? Көпше. Демек, оның мына сөйлем, мына тілдің логикасы осы екен. Оның көпше істеу үшін екінші одан кейінгі тұрған сөзге К жалғанады екен. Соны сіз түсінуіңіз керексіз. Түсінесіз ба? Бұл мұндай логика. Және үшінші бір подсказка берген, цакур. Белцак means black dogs. Понятно. Белцак, ак деген көпше түрі, dogs, цакур деген dog деген, белца деген black екен. Неге белца.
Окей? Енді сізге сұрап тұрғаны Grey Domestic Dogs'ты табыңыз дейді. Мына үш подсказкадан бір ереже шығарып аласыз да, сол тілдің логикасын ұғып аласыз және дұрыс жауап тауып аласыз. Мысалы, ол Б. Цакур грисак, мысалы. Мағынасын білмейміз. Скорее всего, Grey Domestic Dogs. Өйткені біз ондай сөз білмейміз, ондай тіл білмейміз, бірақ мына логика қарасақ, примерно осындай шығу керек деген. Енді біздің логикамыз бізді алдамаса, конечно. Келесі сұрақ jumbled letters. Jumbled letters жаңағыдай сөздегі әріптердің араласып кетуі. Тек қана бірінші және соңыншы сөз әріптері орындарында тұр. Ішіндегі әріптері барлығы араласып кеткен. Мысалы, мынаны оқып көрейік. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. According to research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. Яғни, бұл жерде біз оны көрген шығарсыздар, мына тексті интернетте толып жатыр. Мына жерде маңыздысы мына сөздерді оқи алу үшін сіздер мына сөздерді хотя бы бір рет өміріңізде бір рет көрген болуыңыз керек еді. Түсінесіздер ма? Егер сіз мына сөзді көрмеген болсаңыздар, сіз оны оқи алмайсыз да, түсіне алмайсыз да. Түсінесіздер ма? Яғни мына сөйлем, мына тапсырма сіздің қаншалықты көп оқитыныңызды, қаншалықты сөз қорыңыздың қаншалықты бай екенін не істей алады, анықтай алады және қаншалықты тез оқи аласыздар. Reading speed, reading pace. Okay? Үш нәрсені тексеретін сұрақ. Және мынаны түсінгеннен кейін ғана, барлық сөздерді білгеннен кейін, барлығын оққаннан кейін, сіз оп-оңай сұрақтарға жауап бере аласыздар. Окей? Осындай не екен? Тапсырма екен. Бұл Б деңгейі. Қатты да қиын емес, орташа деңгейде. Unsuitable sentence. Мінекей. Бұл С деңгейіне жататын сұрақ. 5 сөйлем берілген. Біреу мына басқалардан out қып тұр. Odds one out. Okay? Odds out. Бұл жерде бұл 5-ші екен. Кез келген логика бойынша out қып тұру мүмкін. Графика мінекей процесс диаграммасы берілген. Мінекей экскаватор қазады, одан кейін metal grid роллердан өтеді, sand water қосылады, оны molding немесе катермен не істейді? Екі несі бар екен. Форма немесе кесу арқылы кірпіштің жасалу екі жолы бар екен. Одан кейін drying out, құрғату, одан kiln, cooling chamber, одан packaging, и одан кейін ғана тасымалдайды, жеткізеді, қалаған жерге жеткізеді. Осындай сатылардан құрастырған бір процесс. Енді сіздерден сұрайды, қайсы мына жерде true statement, немесе false statement, немесе анадан кейін ана болуы мүмкін ба деп тұжырымдама жасайды. Okay? Бұл оңай ғана бір мысал ретінде берілген нәрсе, негізі сіздерде сәл қиынырақ болады. Екінші турда сәл қиынырақ болады. Үшінші турда әрине түрде одан да қиын болады, одан да қиын графикалар тұрады. Бұл айтқандай өте маңызды бір қабілет негізі. Сондай оқушылар бізге керек. Сондай анализ жасай алатын оқушылар керек. Және соңыншы емес, диаграмма. Мінекей диаграмма, мысалы, тамғалы ущельясында, мысалы, мынадай петроглифтер бар. Sunhead, zoomorphic beings, мінекей мынада шаңырақ бар, мысалы, аңшылар бар, сиыр бар, ат бар дегендей, түйе и так далее. И кете береді. Қай петроглифтер қай ғасырда, қай заманда пайда болған, салынған дегендей, мінекей белгіленген. Middle bronze, late bronze, iron bronze деп кете береді, modern age. Және кішігірім бір түсіндірме болады, және соған қарай мынаның бәрін анализ жасай біліп, сіз correct statement about ages деуіңіз керек. То есть мынаның бәрін салыстырып, тұжырымға келуіңіз керек. И және дұрыс жауапты табуыңыз керек. Мына жерде сәл логика да керек, және сол информацияны дұрыс түсіну керек сіз. Соңыншы, бұны біз logical deduction дейміз. Logical deduction яғни логикаңызды қаншалықты қолдана алады екенсіз. Мысалы, мына жерде біз видеода түсіндірген болатынбыз. 5 women, Sophia, Agiri, Maya, Amalia and Lisa live in 5 different districts of Almaty. Okay? Boston, Dik, Awezif, Alatau, Mideo, Turksip.
және кімнің қай жерде тұрғанын, кімнің қандай жұмыс істеп жатқанын, атқарып жатқанын табуыңыз керексіз. Мына жерде бірінші подсказка береді. Мысалы, Айгерім is a bank employee living in Әуезов. Одан кейін София owns bla bla bla. Оның бәрін қалай мысалы тізім ретінде ма, бір таблица ретінде ма, өзіңіз білесіз, кімге қайсы ыңғайлы болса, қалай ой қалай жұмыс істесе, ол дұрыс немесе бұрыс емес, просто ойдың қалай жұмыс істеп жатқанына байланысты нәрсе. Бізде маңыздысы мына сұрақтарға жауап беруіңіз болды. Қалай істесеңіз де болады өзіңіз. Мен просто видеода бір тәсілін көрсеттім. Окей? Бір тәсіл ғана. Міндетті түрде сондай істеңіздер деп тұрған жоқпын. Сөйтіп, мына жерде who among the following lives in Turksip district. Turksip ауданда мыналардың қайсысы тұрады екен? София тұрады екен. Соны біз қалай таптық? Оны видеодан көре аласыздар. Сөйтіп, end of test. Сөйтіп, емтиханыңызды біткен болады. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болса, Айғанат кураторларыңызға хабарлассаңыздар болады, немесе бізге тікелей біздің нелерден, арналарымыздан, мысалы Instagram, YouTube дегендей, сол жерден бізге хабарлассаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, түсініксіз жерлер болса, немесе видеодан қарасаңыздар болады, видеоларды. Мен болсам сізге сәттілік тілеймін. Рахмет тыңдағаныңыз үшін. Сау болыңыздар.